Адам сүт өнімдерін көп тұтынса, денесінде целлюлит пайда бола ма? Енді біреулер адам ағзасы ренин ферментін бөлмеген соң, сүт өнімі қорытылмай жиналып, адамның денесінде апельсин сияқты қыртыс пайда болады дейді. Рас па? Целлюлит тері астындағы май құрылымының өзгергенінен терінің сырт көрінісінің бұзылып көрінуі. Статистика бойынша, дүние жүзіндегі әйелдің 90% жыныстық жетілген соң целлюлит пайда болады. Ол ауру емес, бірақ маңызды мәселе. Ғалымдардың айтуынша, целлюлит терінің және дәнекер ұлпасы құрылымының өзгергенінен, тері астындағы май құрылымы тамырлар өзгергенінен қабынғаннан шығады. Бірақ олар сүт өнімін себеп деп атамаған. Ал адам ағзасы ренин ферментін шығармаса да, пепсин ферментін шығарады. Пепсин ақуызды қорытады. Оған қоса ғалымдар бір зерттеуінде сүт өнімін белгілі бір мөлшерде тұтынса, арықтауға да көмектесетінін айтқан.